аксабай ма сонда? Свет те болмай қалады, су да болмай қалды. Ол неге қазақ тілінде жазылмаған? Қазақ бетке мына шелектермен барады ғой. Мынау қай жылғы поселок? Мұздай су қолданылады сіздер ма? Мұздай су. А қалай, тамақтары қалай? Тамақтары ары қарай. Ескі ғой, бұл как роддом келін салынған. Сақтау және пайдалану алгоритмі қай жылы ілінген? Мына жақта палата ма? Сәлем достар, бүгін біз Жамбыл ауданындағы ауруханаға келдік. 2004 жылы пайдалануға берген екен. Орталықта санитарлық нормалар қаншалықты сақталған, медициналық қызметтер талапқа сай ма? Ендеше сапасын бірге тексерейік, кеттік. Маска, не беріңіздерші? Накидка, маска беріп отырасың? Аха, қазір. Бұлай да, сол 2004-тен бері қолданысқа берілгендер, енді күрделі жөндеу жүргізілмей, тек қана текучка ағымдағы өзіміздің күшімізбен жасалынып жатқан нелер бар. Бұл терапия бөлімі. Онда бірден бөлімнің күн тәртібі дейді. Осы жақтан бастасақ, таңғы ас, дәрігердің тексеруі, егу жұмыстарын орындау мерзімі, терапия науқастар тізімі жазылған екен. Жол уақыты да бұл өзгермейді ғой, осы заңдылықтар қалады. Бірден кіргенде әжетхана екен, әжетхананы да тексерейік. Это для тоже пациенттерді мына жақта бар. Бұл можно это сказать для сотрудников. Қызметкерлерге арналған. В принципе, общий ғой, бәрі қолданады ғой, берді онда. Ауруханадан шығып онда сенің менің кіргеніміз жоқ. Стол неге қазақ тілінде жазылмаған? Учтем. Тамақты қайдан алып келеді? Тамақты міне бересіздер ма? бізде первый, второй жаңағы шелектері бар. Жоқ, осы жерде тұрады ғой. Ана кухнядан барып алып келеді. Кухнядан барып алып келіп, таратады, раздача болады ғой. Кухняларыңыз қай жақта? Ол сыртта, ол дала. Сіздерде ыстық су бар ма? Жоқ, міне Алистон әкеліп қойды. Соны шетен қойып жатыр. Су ақпай ма сонда? Жоқ, су қазір өшірдік деп хабарлады. Қалай сонда? Не жасап жатыр? Сіздерде сонда ыстық су жоқ па? Жоқ, ыстық су барына бар ғой, кейбір жерлерде мысалы Камераға қазір қарасаңыз. свет, мысалы кеше мынау табиғи жағдай болды айтып отырмын ғой, 1 сутка жел болды. Осы восстановление болғаны свет те болмай қалады, су да болмай қалады, желге байланысты, неге байланысты болды. Но бірақ қазіргі уақытта жайлап уже қосылып жатыр. Сонда аурухана қазір сусыз отыр. Жоқ, су бар. Қазір бір 10 минут бұрын Ас мәзірін тексерейік. Бүгінгі бар ма? Ас мәзірі. алып келеді. Қазақ бетке мына шелектермен барады ғой. Сонда ерте ілініп қоймаймын, бүгін не болатынын? Іліну керек, негізі оны бермеген ғой бүгін енді. Бүгін жоқ. Қазір береді. Мына жақта палата ма? Кіріп көрейік, болады ма? Саламатсыздар ма? Мыналар бос, иә? Біз адам жоқ палатаны тексеріп көрейік, бөлмені. Паселдеріңізді жиі ауыстырып тұрасыздар ма? Мынау қай жылғы паселдер? Жиі ауыстырамыз. Негізінде бұлардың бәрі жаңа паселдер. 20-шы, 21-ші жылы алынған паселдер. Жылы бар. Жылы жақсы берген. Саламатсыз бапке. Кіруге болады ма? Келіңіз. Қандай медициналық қызметке қандай баға бересіз? Жақсы қарап жатыр ма? Өте жақсы қарап жатыр, иә. Тамақтары қалай, көзіңізден шығады ма? Диетический тамақ бізге керек, как раз. Теледидар жұмыс істей ма? Теледидар істеп тұрған, но бірақ айтып отырмын ғой, кеше желден кейін антенна бәрі қирап сындырып кетті. Ыстық су бар ма жалпы осында? Болады. Ау? Ыстық су жоқ па? Машинаны қоспаған Сізге келе ыстық су жоқ па сонда? Жоқ. Машинаны қоспаған машинаны. Мұздай су қолданылады сіздер ма? Мұздай су. А қалай, тамақтары қалай? Тамақтары ары қарай. Сіз көже каша болып кетеді. Болып кетеді. Нашар тамақ жұмыс. Медициналық қызметкерлердің жұмысына қандай баға бересіз? Олар жақсы еді, жағын жақсы еді. Тамақ жағы оншамыз. Енді қазір айтыңызшы, жаңағы апамыз айтып жатыр ғой, ыстық су жоқ, мен келгенін көрмедім, ысытпайды, қоспайды деп жатыр. Бұған не деп жауап бересіз? Енді ондай шағым, оны жасырмаймын, ондай шағымдар болады. Потому что кейбір кездерде жаңағынау
электричество ғой барлығы, күйіп қалған жағдайлар болады, күйіп жатқан жағдайлар, кейде ремонтқа кетіп жатқан кездер болады. жиі бола ма сонда ондай жағдайлар? Светтің өшуіне де байланысты, енді ауданда сәл кішкене бір тал не болса светке көп өшіп бұл не дегенмен аурухана ғой, ол кісі ауырып жатыр өзі, мұздай сонымен қолын жуса қалай болады ол? Қолдан келгенше енді жаңағыдай жағдайларда біз жаңа суларды, басқа да жағдайларды әйтеуір чтобы жылытып беруге әрекет жасаймыз. Қолдан келгенін жасап жатырмыз. Саламатсыз аға. Қандай баға бересіз енді? Ескі ғой, бұл как роддомге салынған ғой. Бізге больница керек біздің ауданға. Негізі сіздер осы аурухананы жөндеу бойынша күрделі жөндеу жұмысы деп айтып жатсыздар ғой. Қанша жыл болды оны айтып келе жатқандарыңызға, ұсынғандарыңызға? Енді шынымды айтсам мен лечебникпін, анау құжаты, жаңағы анау рәсім, ол жағын мен түсіне бермеймін, шыны керек ше. Мен естігенді айтам, құжатында дайын болмай қалады, бір нәрсесінің уақытысы өтіп кетеді дейді, ол жағын. Яғни жылдан жылға созылып келе жатқан мәселе ғой, иә? Биылғы жылында уже нақты шешімін табылды деп жатты ғой әйтеуір. Көріп тұрғандарыңыздай, дәл осындай жерде ауырып келген науқас ем алуға мәжбүр. Енді 2004 жылдан бері жөндеу көрмеген деп айтып жатыр ғой. Сіз қандай баға берер едіңіз бұл ауруханаға? Бүгінгі ас мәзірі Қызылша саны сорпаға диеталық стол 15, күні 11 жазылған. Таңғы асқа қалай? Сұлы ботқа. Сары май, сұлы ботқа сүтпен, шай, сүт шекермен дейді. Шекер барлығына қосылмайтын шығар? Әлде қосыла ма? Диетический стол, 9 стол болғанда қоспаймыз. Түскі асқа нан дейді, қазір біз көреміз, нан, қызылша сорпасы, сиыр сүйегімен, диеталық палау сиыр етімен 250 грамм. Түстен кейінгі ас мәзірі сағат 4-те алма, кешкі аста нан, сары май, үй кеспесі тауық етімен дейді. Жақсы? Міне уақыттың көріп алсаңыз да болады. Қай уақыттарда тамақ берілетін? Біздердің бұнда қызылша сорпасы түскі аста дайындалып, таратылды. 12:30-нан 1-ге дейін бізде раздача болды ғой. Таратылды ма? Біз көрмедік онда жолда. Сосын сиыр етімен палау. Бізде проба 24 сағат сақталынады. Ал азық-түліктер қайда сақталады сонда? Сақтау қоймасы бар ма? Тоңазытқыштарды ашып көрсем. Мінекей сары май деп жазылып тұр, және ішінде науқастарға сары май сақталған екен. Бұл жерде бізде асты меню сабай ғой, тауық еті. Тауық еті тек. Тек тауық еті. Ал мерзімі жазылған ба? Қай уақытта? Кеше келді. Сон бүгін біз қабылдап жатырмыз. Кеше порталымыз отыр. Шын мәнісінде бүгін. Бұл енді, иә. Бұл бізде проба тұратын. Суточный проба. Жақта сүтіміз. Бұл жақта да мерзімдер жазылып қоя ма? Қай уақыт екені? Бізде мынау пастерленген сүттер өзі несімен. 2% я срок годностьмен келеді. Қазір көкөніс қоймасы. Қанша күн сайын келіп тұрады? Аптасына бір рет береміз. Аптасына бір рет келеді. Аптасына бір рет болғанда четвертте береміз ғой, әр четвертте береміз. Бейсенбі, жұма күндері келеді. Иә. Көкөністер, иә. Ет қоймасы, иә. Ет сақтау деп. Сақтау және пайдалану алгоритмі. Қай жылы ілінген? Бізде сиыр еті 18-ге дейін сақтаймыз. Осы екеуді сиыр етін өлшеп килограммен өлшеп қоямыз. Оны арнайы қабылдап алатын адам бар ғой, тексеріп, қай жақтан қалай келді, барлығы. Иә, справкамен. Маман бар ғой. Тауық еті ғой. Бізде түскі аста сиыр етіне қайнатып береміз, кешке тауық етіне қайнатып береміз. Дәл қазір айтамыз, аурухананы сізбен бірге көрдік. Сіз қандай баға бересіз көрермен? Төменге пікір қалдырыңыз, өз ойыңызды жазыңыз. Келесі жолы сапа бақылау айдары қайда барсын? Аман сау болыңыздар.